күнінде құпия шығарманың екінші бөлімі болатын болады. Ең бірінші видео басымыз бұрын тіркеліп лайк басып кетіңіздер, ал ендеше бастайық. Сағат қанша болды? Қазір сағатты көрейін. Мәссаған, сағат деген уже 8:30 болып кеткен бе? Не, маған тез киіну керек. О май гад. Так. Нәні тез киіп алайын. Туф. Блин. Мына сапақтар болады. Еще бүгін менің бірінші күнім болғандықтан маған тез бару керек. Болды. Кеттім. Тамақ жейін. Ал тез тамағымды жасайын. Есіне өзінің. Мән дәмді сияқты көрінеді, енді тез жеп алайын. Дәмді екен. Кеттім, енді тез сабағыма барайын. Қазір кешігіп қалармын сосын. Ал кеттім. Так, енді бас киімімді киейін, және бас киімімді киіп, үсті сыртқы киімімді қазір киіп алайын. Ал кеттім. Бүгінгі және бұл менің қалалық өмірім бірінші және студент болды. Бірінші күн қалай өтеді екен, тез көргім келіп тұр. Жарайды, тез мектебіме барайын. Ал Амина, сәттілік, бүгінгі студенттік ең бірінші күніңді сәтті өткіз. Ал енді кеттім. Ал, кім келіп тұр? Кір. Сәлеметсіз бе? Ой, сен нағыз емессің бе? Жаңадан келемін дедім ма? Біреу келеді деп еді ғой әйтеуір. Солсың ба сен? Мен осы жаққа жаңадан келдім. Так, мұнда отыр оңаша. Негізінде сыртқы киімдеріңді шешіп көрулерің керек еді. Сен өзің просто сөйтіп келдің ба? Бар, киіміңді шешіп кел. Қазір. Мұнда отыр, сумкаңды қоя сал. Ал болды. Қазір сабағымызды бастаймыз. Сен қыздың аты кім ей? Менің атым Әсем. Сен неге мынандай құлағыңа мұрныңды тесіп, құлағыңды тесіп келгенсің, а? Бұл студенттік өмір. Саған ешкім бұндай жерде қатаң түрде айтамын. Бұндай жерге ешкімде мұрнын тесіп, құлағын тесіп келуге болмайды. Осыдан тарсыңдер, аямайым, ұқтыңдар ма? Вайши енді кірмейтін болыңдар, ұқтыңдар ма? Ұқтыңдар ма деймін? Ұқтық. Болды. Кітаптарында ашып, бірінші, екінші бетті ашып, төртінші тапсырмаға қараңдар. Так, қазір ең бірінші күн болғандықтан тест тапсырамыз. Мен экраннан шығарам, сендер соны, шығарып бересіңдер маған. Ұқтыңдар ма? Ең бірінші тапсырманы шығарыңдар, сосын бір 5-ші тапсырмаға шейін тұр ғой. Сол 1-ден бастап 5-ші тапсырмаға шейін болып кенен кейін маған әкеліп, сосын бірақ қайтасыңдар. Апай, бұл енді тез осылай тестерінді бітіріп, аяқтап тастаңдар. Әркетсе 1 сағат қана берем. Өйткені біздің мектеп көп уақытқа берілмейді, сендерге айтып қояйық.
Енді тез-тез істеңдер. Бұл жер өте қиын сияқты. Ал мен бүгін бес алмай қалсам ше не болады? Бәрі өкінішті болады. Мен анама бәрі жақсы болады деген едім. Енді не істесем болады? Оны ойлауды жаман. Мүмкін мен бүгін 5 алармын. Ал бірінші тапсырмадан бастайын. Привет. Привет. Атың кім? Әмина, сеніңші? Асылым. Өте деме ат екен. Сен кідем. Сен грантпен түстің бе, әлде ақшалай түстің бе? Грантпен түстім. Мен екенсің ғой, тура. Апай, екінші тапсырманы не істейміз? Не мен сендерге міндетті түрде айтуларың керек па не? Жазыңдар өздерің. Жарайды. Так. Болды. Апай, тексеріп беріңізші міне. Ульяна шынымен де дұрыс па? Қалай мынау? Так. Не деген күшті қызсың? Прям сабағын. Жарайсың. Өте керемет, барлығы дұрыс. Қандай керемет қызсың, а? Барлығы дұрыс екен. Енді осы айтқаныңмен тайылмам. Бүгінгі саған есепке 5 қоямын, молодец. Рахмет. Саған менің айтқанымның барлығы орындалып жатыр. Ал енді менің ертеңгі сабағымда жақсы болса екен. Менің блокнотым қайда? Апай, мені күнде тексеріп беріңізші. Я, дұрыс. Апай, мені күнде. 1 мен 3 қате. Ана Әмина деген қыздан сұрашы. Маған айтып берші. Апай. Мә. Вообще дұрыс емес, Әминадан көшілмейсің ба хотя бы? Апай. Сенікі 2 ғана дұрыс емес, молодец. Апай, мынау дұрыс па? Өзім шығарым, апай, ешкімнен көшірген жоқпын. Дұрыс. Дұрыс, но аның орнына әні қоясың ең бірінші. Орнын ауыстырмалы түрде деп тұр ғой. Апай, енді өзім шығарым, ешкімнен ұрлаған жоқпын, шын айтам. Ой, қатен, кім еді аты Гүлденнен көшіріп қоймасын болар еді. Так, мынау. Ішің дұрыс емес, жөндеп келіп барып. Апай, менікі дұрыс па? 5 дұрыс емес, бар. Ура, наконец-то бүгін жақсы баға алды, маған қатты ұнады. Ал енді тез-тез үйге барып, осы сабағымды тура осылай қылып дайындалайын. Кеттім.